Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен 5 минутта дайын болатын ерекше әрі дәмді десерттің рецептімен бөлісемін. Менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар: печеньеміз, шоколад, сүт, какао, сары май, шекер, сливки қажет болады. Ыдысымызға алдымен печеньемізді ұсақтап бөліп аламыз. Мен пионер печеньесін қолдандым. Сіздер басқа печенье қолдансаңыздар болады. Ең бастысы печеньеміз қатты болуы қажет. Бөліктерге бөліп аламыз. Бұл десерттің ерекшелігі печканы қажет етпейді және өте тез дайын болады. Міне осылай дайындап аламыз. Мен печеньемен бірге жаңғақ қолдандым. Жаңғақты ұсақтап турап аламыз. Қалған бөлігін әсемдеуге алып қаламыз. Видеода көрсетілгендей ұсақтап турап печеньемізге қосамыз. Араластырып қойып қоямыз. Бөлек ыдысқа сүтімізді және де шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Какаомызды да салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Енді осы массамызды жанып тұрған отқа қоямыз. Отымызды баяу қойып қоямыз. Үстіне сары майымызды салып, майымыз ерігенше араластырамыз. Жаңағы дайындап қойған ыдыстағы печеньеміздің үстіне құйып, печеньемізге осы дайындап алған массамызды сіңдіріп, араластырып шығамыз. Арасында ірі бөліктері болса майдалаймыз. Жанып тұрған отқа шоколадымызды ертіп қоямыз. Шоколадымыз еріп жатқанда формамызға дайын тұрған массамызды салып, тегістеп шығамыз. Ерген шоколадымыздың үстіне сливкимізді құйып, араластырамыз. Дайындап алған ерітілген шоколадымыздың үстіне 2 грамм ванилин салып, тағы да араластырамыз. Міне осындай масса шығады. Формамыздың үстіне құямыз. Біркелкі етіп жайып шығамыз. Мен орехпен және де бананмен әсемдедім. Сіздер қалауларыңызша жеміс-жидекпен әсемдесеңіздер болады. Немесе үстіне ақ шоколад құйып әсемдесеңіздер болады. Тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямыз. Десертіміз дайын, өте дәмді, ерекше болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес етемін. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.